Алматы облысы Талғар ауданы Қапиза Әбдіғұлов атындағы номер 34 орта мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Малдыбекова Гүлбақыт Мұхамедқалиқызы. Мен бүгін сіздерге 5-ші сыныптағы қазақ тілі пәні бойынша онлайн сабақ өткіземін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сырлы да сиқырлы аспан әлемі. Бұл бізде лексикалық тақырып. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің қызметін білу, бұл бізде грамматикалық тақырып. Осы тақырыпқа қойылған оқу мақсаты екеу. Тыңдалым, айтылым бойынша тірек сөздер мен жетекші сөздер арқылы негізгі ойды анықтау. Бірінші мақсат. Екінші мақсат төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің қызметін білу. Осы мақсатқа жету үшін біз нені білуіміз керек, балалар? Бірінші, сіздерге бейнеролик ұсынылады. Сол жерде тыңдалым мәтіні бойынша мәтіннен тірек сөздерді табамыз. Және тірек сөздер, өздерің тапқан тірек сөздер мен ұсынған жетекші сұрақтар арқылы мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Грамматикалық тапсырма бойынша сөйлемнен төл сөзді, төлеу сөзді, автор сөзін ажыратамыз. Лексикалық тақырыппен жұмыс жасаймыз. Сырлы да сиқырлы аспан әлемі. Бұл тақырыпқа мен сіздерге бейнеролик ұсынамын. Бейнероликті көру барысында сіздер мынаған назар аударыңыздар. Бірінші, бейнеролик мазмұнын түсініп, мұқият тыңдап, мәтіннің мазмұнында берілген деректерді оқып алыңыздар. Екінші, мәтіндегі тірек сөздерді анықтаңыздар. Үшінші, тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы мәтіндегі негізгі ойды анықтайсыздар. Экватордың ұзындығы да солтүстік полюс пен оңтүстік полюстің арақашықтығы да 40 000 шақырымда екенін ескерсек, ғаламшарымызды соншалықты үлкен деп ойлайтынымыз рас. Шын мәнінде, ғалам жаратылысындағы алып аспан денелермен салыстырсақ, біздің ортақ үйіміз шаңның тозаңындай кішкентай. Жердің диаметрі 13 000 шақырым болса, ал жерден 150 миллион шақырым қашықтықта орналасқан күннің диаметрі 1 400 000 шақырым. Дегенмен, аспан әлемінде күннен де әлдеқайда үлкен жұлдыздар бар. Мысалы, UI Scuti атты мына жұлдыз күннен 5 миллиард есе үлкен. Бұл біз білетін ең үлкен жұлдыз. Біз триллионнан астам жұлдыздары бар құс жолы галактикасының бір бөлшегінде тұрамыз. Ғалымдар ғарыш әлемінде 500-ден астам галактика бар деп болжайды. Бүгінде соның 0,1% ғана зерттеліп, әзірше адамзаттан басқа тіршілік иелері табылған жоқ. Көп адам ғарышта ешқандай дыбыс жоқ деп ойлайды. Негізінде электромагнитті діріл түріндегі дыбыс бар. Мысалы, күн мен жерден мынадай дыбыс шығады. Міне осы сияқты әр ғаламшардан дыбыс шығады. НАСАның ғарыш кемелері бұл дауысты арнайы құрылғыға жазып алған. Сіз галактикада 100 жылда бір жұлдыздың жарылып, жойылып кететінін білесіз бе? Жұлдыз жарылған кезде ерекше өткір жарық бір сәтке бүкіл галактиканы жарық еткізеді. Жойылып кеткен жұлдыздың қалдықтары газ және шаң түрінде ғарышта қалқып жүреді де, миллиондаған жылдан соң жаңа ғаламшар не жаңа жұлдыз ретінде қайтадан бірігеді. Міне балалар, өздерің бейнероликтің мазмұнымен таныстыңдар. Мәтін сіздерге тыңдалым ретінде берілді. Енді бағана өздеріңе оқу мақсатында берілгендей, біз тірек сөздерді мәтіннен табуымыз керек. Ендеше қазір осы жұмысты жүргізейік. Ол үшін тірек сөз дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Мен сіздерге тағы да еске түсіру үшін мынандай ереже ұсынамын. Тірек сөз дегеніміз мақаланың немесе мәтіннің тақырыбын анықтау үшін және іздестіру жүйесінде тез табу үшін қолданылатын негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ал енді тапсырма орындайық. Тыңдалым мәтіні бойынша тірек сөздерді тауып дәптерге жазыңыздар. Бұл тапсырманы орындау үшін мен сіздерге тағы да үлгі ұсынамын. Яғни, жаңағы өздерің көрген бейнероликтегі мәтіннен
мен сіздерге мынандай тірек сөздерді және сөз тіркестерін ұсынар едім. Аспан денелері, ғарыш құпиясы, галактика, яғни аспан кеңістігі, аспан, жердің беті тағы басқа. Енді балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Бейнеролик мазмұны бойынша төмендегі жетек сұрақтарға жауап беріңдер. Бағана оқу мақсатында бар балалар, жетек сұрақтар арқылы мәтіндегі негізді ойды анықтау. Біз сол тапсырманы орындауға, сол мақсатқа жетуге ақырындап, қадамдап келе жатырмыз. Ендеше мен сендерге 2 сұрақ қоямын. Бірінші, аспан әлемінің құпияларын адам баласы әлі де түсініп болған жоқ. Ал сен қалай ойлайсың? Аспан әлемін толық біліп шығуға адам баласының құдіреті жете ме? Екінші сұрақ, мәтіннен өзің білмейтін қандай мәліметтерді атар едің? Міне осы 2 сұраққа жауап беру арқылы және өзің жазған негізгі тірек сөздерді де пайдаланып, негізгі мәтіндегі ойды біз анықтаймыз және дәптерге түйінді ойымызды жазамыз. Бұл сендерге берілген 3-ші тапсырма болады. Енді балалар, грамматикалық тапсырмаға көшеміз. Бізге берілген грамматикалық тапсырма төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің қызметін білу. Ол үшін мен сендерге нақты ережелерді ұсынамын. Сонымен төл сөз дегеніміз балалар, сөйлеушінің біреудің сөзін бұлжытпай, еш өзгеріс жасамай, өтір нүктесіне дейін сол күйінде қолдануы. Мысалы, Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы, деді мұғалім. Осы сөйлемдегі Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы деген сөз, бұл мұғалімнің айтқан сөзі. Дәл осы сөйлемде мұғалімнің айтқан сөзі еш өзгеріске түспей дәл сол күйінде жеткізіліп тұр. Ал төлеу сөз дегеніміз сөйлеушінің өз сөзінің ішінде басқаның сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтуы. Мысалы, ұстазымыз Абайдың ұлы ақын екендігі туралы және елдің ұлттық келбетін танытатын ірі тұлғасы екендігін айтты. Осы жердегі бағанағы Абайдың ұлы ақын екендігі және елдің ұлттық келбеті екендігін танытатын ірі тұлғасы екендігін айтқан ұстаздың сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтылып тұр. Сондықтан да бұл сөз төлеу сөз деп аталады. Яғни, біреудің сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айту төлеу сөз деп аталады екен, балалар. Ал автор сөзі дегеніміз балалар, осы екеуін де басқаға жеткізіп, түсіндіріп беретін сөз. Мысалы, деп толғана сөз бастады ұстазымыз. Бұл автор сөзі. Тағы бір мысал келтірейік. Ажар, көңіліміз кешеден бері толқып отыр. Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілді. Баламыз аман есен шықты, деп көз жасын сүртті. Яғни осы сөйлемдегі Ажардың айтқан сөзін деп көз жасын сүрткенін айтып тұрған бұл автордың сөзі болып есептеледі. Енді балалар, грамматикалық тапсырмамен жұмысымыз осымен аяқталды. Мен сіздерге үй тапсырмасын осы грамматикалық тақырыпқа берейін деп отырмын. Жоғарыда берілген ережелерді пайдаланып, құрамында төл сөзі, автор сөзі бар 3 сөйлемді құрастырып жазамыз. Төл сөздің астын 1 сызықпен, автор сөзін 2 сызықпен сызып көрсетеміз. Және де бір ескеретіні балалар, бұл жұмыстың бәрі дәптерге орындалады, сондықтан мұқият таза жазамыз. Бұл тапсырмаларға нақты уақыт беріледі. Әр тапсырманы уақытында мұқият орындап отырыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.